Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Әсел, және де бұл EBU интервью. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы Әлихан Бөкейхан университетінің педагогия ғылымдарының кандидаты, филология кафедрасының аға оқытушысы Ғалия Рахметоллаевна. Қош келдіңіз, Ғалия Рахметоллаевна. Жалпы бүгінгі сіздің көңіл күйіңіз қалай? Қазақтың төл мерекесі Наурыз мерекесі болғандықтан, бұл Наурыз мерекесінде, Наурыз айында шаттанбайтын, қуанбайтын, мейірленбейтін адам жоқ шығар. Сондықтан бүгінгі күнім өте қуанышты, жақсы, көңілді күн деп есептеймін. Жалпы бүгін ерекше күндердің бірі десек болады, себебі 16 наурыз мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні. Осы тұрғыда сізге қояр бірінші сауалым, Наурыз туралы кішігірім ақпарат берсеңіз. Наурыз енді шығыс халықтарының ұлттық, бүкіл халықтық мейрамы. Бұл мыңдаған жылдар бойы шығыс елдерінде тойланып келген. Қазақ халқы да бұны осы уақытқа дейін тойлап келе жатыр. Өйткені қазақ халқы 6 ай бойы қыстан шыққаннан кейін әркім өз бір-бірімен кезігіп, кездесіп, көрісіп, амандасып, көктемнің алғашқы күнін қуанышпен, мейірімділікпен бір-бірін шаттанып қарсы алатын күн болған. Бұл наурызда жаңағы күн мен түн теңеледі. Сондықтан бай мен кедей жарасатын күн. Бәрі ортақ, бәрі бір-біріне мейірімді, көңілді, жақсы адамгершілік қасиеттермен бір-бірін қарсы алады. Жалпы осы наурыз айында тойланатын қандай да бір салт-дәстүрлер бар? Сол туралы айтып берсеңіз. Жақсы. Наурыз бұл шығыс халықтарының бүкіл халықтық мерекесі болып тойланады. Осы наурыз мерекесінде наурызнама деген болады, ол той. Осы тойда жаңағы жастар жағы да, үлкендер жағы да бір-бірімен қауышып, амандасып, көрісіп жатады. Бұл жаңағы дәстүр дегенге келетін болсақ, ең бірінші осы шығыс халықтары Қыдыр атаны өте қатты құрметтеген, ол кісіні киелі адам деп есептеген. Сол Қыдыр ата келіп үйімізге қонады, Қыдыр атадан бата аламыз деп үй үшін, қора-қопсысын бәрін жинақтап, тазалап отыратын болған. Сондықтан қазақта қанатты сөз қалған, Қыдыр қонған, Қыдырдан бата алған деген осындай сөздеріміз бар. Сол сияқты әз деген сөзіміз бар. Әз Наурыз деп жатамыз тіркесте. Соны әз деген осы наурыз айының алғашқы 3 күнінде болады екен. Онда жаңа көктен бір кереметтей гүріл дауыс естіледі дейді білетіндер. Оны жануарлардың ішінде жұмақтан шыққан қой мен қойшы ғана естиді. Сол осы қатты гүріл дыбыстан кейін жануарларға, табиғаттағы адамдарға бір ерекше бір күш қуат бітіп, бір ерекше бір сезімге бөленеді дейді. Сондықтан тағы да бір қанатты сөз бар қазақта. Әз болмай, мәз болмаймыз деген сияқты. Осындай дәстүрлер бар. Келесі сұрағым осы көне салт-дәстүрлер туралы айтып берсеңіз. Наурыз айында жаңа наурызнама той дедік. Осы тойда жастар жағы ұйқашар деген ұйымдастырады. Бұл ұйқашарда жас жігіттер өздерінің жақсы көретін қыздарына селт еткізер сыйлаған, селт еткізелер жаңағы құтыдағы есмай деген сияқты сыйлықтар сыйлайды. Осындай ұйқашар болған. Онан кейін үлкен кісілерді де бос қалдырмаған, жастар өздерінің қолымен істеген дәмді тағамдарын, наурыз көжелерін үлкен кісілерге ұсынған, бұны бел көтерер деп атаған. Осындай дәстүр бар. Біз бұл дәстүрлерді қазір көп қолдана бермейміз. Жалпы қорытындылай келе, осы наурыз мерекесінің тойлаудағы жастарға деген тәлім тәрбиесі қандай рөл атқарады? Наурыз мерекесінің тойлануы бұл біздің осы болашақ ұрпақ үшін өте тәлім тәрбиелік жағынан маңызы зор деп ойлаймын. Себебі қазағымыздың ұлттық құндылықтарымызды білуде, қазақтың салт дәстүрлерін білуде, қазақтың жаңағы даму тарихын білуде бұл наурыз мерекесінің рөлі өте күшті жастар үшін. Өйткені жастарды осы наурыз мерекесі арқылы жаңағы әртүрлі болып жатқан дәстүрлер көрісу, амандасу арқылы балаларды, жастарды біз мәдениеттілікке, отаншылдыққа, елдікке,
адамгершілікке, мейірбандыққа тәрбиелейміз. Сол сияқты жастарды саналыққа бастаймыз. Білімдерінің жаңағы ұшталуына, жан-жақты жеке тұлға болып қалыптасуына біз зор үлес қосады деп ойлаймын осы Наурыз мерекесін. Рахмет үлкен. Жалпы осымен біздің кішігірім сұхбатымыз аяқталды. Ғалия Рахметоллаевна, сізге үлкен рахмет, осылай бізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.